Сәлем достар, ал мен өткендегі газдың үстін тазалайыншы деп келдім. Мына өткендегі ағартқан алюмин табан. Мына азғантай қарайып тұр, бірақ аппақ болды. Тап-таза жуып әкеліп қойдым қайтадан. Өйткені бұл осында тұрады, бұған балық, немесе бауырсақ, пирожки сондайға аяусыз деп осы алюмин табаға пісіремін. Мынаның үсті енді кірі ағып жатыр, енді осыны тазалап алу керек деп, соған бүгін осы жерге келіп тазалайын деп жатырмын. Осы минимализм деп айтып естіп жатамыз ғой, Инстаграм, ТикТокта барлығы үйлерін көрсетіп, немесе жаңағы алып жатқан тамақтарын қонақ шақырғанда артық тамақ алудың қажет жоқ, өзің не жейсің соны қою керек деген сияқты, артық шығынсыз деген сияқты минимализм деп көрсетіп жатады ғой. Ал мен де осы жаз кухняма минимализм деймін, соны жасағым келеді, бірақ бар. Міне осындай дүниелер тұр, үйден шыққан бұрынғы ескі мынандай стульялар жайылатын, ескі телевизор, ескі шипонерлер. Міне бұлардың барлығын ішін ашатын болсақ, енді шошып кетпеңіздер. Міне артық үйден шыққандар, бірақ бұл енді көбісі пайдаға аспайды, бірақ біз үйде осылай жинап қоямыз. Өйткені үйде үлкен кісілер бар деген сияқты түсінеді енді оны. Үлкен кісілер бар жерде бұндай ескі құсқы дүниелер шықпайтын. Мына екінші есігін ашайын. Мынаның ішінде де осының біреуі маған керек емес негізі. Барлығын шығарып тастасам да қиналмаймын, өйткені пайдаланбаймын. Осылай неше жыл болды осылай жатқандарына. Немесе біреуге беріп жүруге де болады, бірақ біздің үйде берілмейді де, ешкімге пайдаланбаймыз, осылай тұр. Неше жыл болды, 10 жылға жуық болып қалған сияқты осылардың тұрғандарына шаң басып. Енді мына шипонер. Бұның ішінде енді мына қыстық киімдер, артық ертең қыста кіргенде шыққанда киетін жақсы енді бұлар. Оларды енді керек заттар. Мыняға тоже киілетін үйге кіріп шыққан ер адамдарға, аналар енді неше жылдан бері осылай жатыр бұлар. Біреуге беруге де қимайды, не өздері кимейді деген сияқты. Міне мынаның барлығы неше жыл осылай жатыр. Минимализмға дейтін мұндай жатпайтын сияқты. Тек қана киілетін өзіңнің киімің болса, пайдаланатын өзің дүниелерің болса, осылай қойға болады. Артық затты сақтаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта шығатын болар. Бәрі де мүмкін. Оны уақыты келгенде көре жатармыз. Негізі осылай керек емес, шкаф болсын, шипонер болсын, керек болмаса негізі жаңағы шөптен ағытып отарлап шығарып тастаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені осындай шипонер немесе шкаптар сумышқа тұра беретін болса, затты жинала береді, керек емес, керек деп керек емес заттың барлығын осыған салып қоямыз. Бірақ пайдаланбайсың да, кимейсің де, не лақтыруға қимайсың деген сияқты. Мен қиналмаймын, лақтырып тастауыма болады. Бірақ енді үйде үлкен кісілер болғандықтан олар енді лақтырмайды да, біреуге бермейді деген сияқты. Мына ескі телевизорды білмеймін, шығарып тастау керек. Бұл енді бұрынғы ескі не, люстра тоже деген сияқты. Мына жақта енді көп ескі дүниелерді мен ескі ыдыс-аяқ, біреу әртүрлі, біреу былай, әртүрлі ыдыс-аяқтар болды. Мен оның бірақ көбісін шығарып тастадым. Бірақ дәлелдеп пайдаланбай тұрған мына шкаптың ішінде толып тұр. Біз қонаққа да пайдаланбаймыз оны, өзімізге де пайдаланбаймыз. Баяғыдан тұрған ыдыста солаймен тұр. Қозғамаймыз. Мен өзімнің тек қана алған азғантай ыдыстарым бар. Соларды ғана қолданамыз қонаққа. Ананың үстінде 2-4 вазам бар деген сияқты. Сондықтан пайдаланбайтын заттар болса, немесе киілмейтін киімдер болса, барлығын шығарып тастаған дұрыс деп ойлаймын менің ойымша. Өйткені оны жинай берсең қоқыс болады, одан қалса толып кетеді, бытысып тұрады деген сияқты. Тек қана өзіңнің жаңағы киілетін ғана үйге сыймай тұрған киімдерің болса, немесе үйге жаңағы асханаға сыймай тұрған ыдыс-аяқтар болса ғана бір осы жаққа шығарып қоюға болады да. Бірақ енді артығын пайдаланбайтын ыдыс-аяқ болсын, киім болсын, шығарып тастаған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Солай дұрыс па, әлде жинай берген енді ешкім құптамайтын сияқты? Тем более мына жастардың жағы ондай жинауға қарсы бар. Бұрынғының адамдары жинап қалған, керек болады деп, сондықтан олар қимайды. Бірақ енді біреуге бер десең, қазір енді ешкім де алмайды, онда біреудің ескі киімін немесе ескі ыдыс-аяқтарын деген сияқты. Пайдаланбағасын, оларды шығарып тұрған дұрыс деп ойлаймын. Ескісі шықпағанса жаңасы кірмейді демекші, сол сияқты сақтамаған дұрыс деп ойлаймын. Әлі бұл жазғы кухнямыз бұл, сондағы жиналып тұрған дүниелер жаңа көрсеткенім. Әлі мына жақта
алдында қоймам болған, оны да видеосын түсіргенмін, көрген адамдар біледі. Қоймамның ішінде де көптеген лақтыратын дүниелер көп. Оны мен жылда жайлап азайтып жүрмін, бірақ әлі де жетеді. Мусор пайдаланбаймыз да, оны қысқасы солай артық зат. Сондықтан қора болсын, осындай жазғы кухня болсын, болғаны жақсы, бірақ артық дүниелерді жинамаған дұрыс. Болса осылай жинай бересің. Тем более үйіңде жинайтын адам болса өте қиын жағдай. Менің өзіме қалатын болса, біреуін де қалдырмайтын, барлығын шығарып тастап, тазалап, артық дүниелер жоқ болса, адам өзі бір қалай болады, еркін сезінеді. Бір кіріп шыққанда өзіңе қалай жағымды, артық ештеңе жоқ, тек өзіңнің ғана пайдаланатын заттарың тұрса, бытықы шытықы болып жаңағыдай керек емес заттар толып тұрса, уже адам біртүрлі бір ауыр энергия болады адамда. Мынаның бәрін лақтыру керек еді деген сияқты. Бірақ соның барлығын лақтырып тек қана өзіңнің қолданатын заттарың тұратын болса, артық ештеңе болмаса, адамда күшті не болады, энергия болады да адамда. Сол айтады ғой, артық зат болса, ескі құсқы болса, адам энергиясын басып тастайды деген, сол дұрыс екен. Мен өзім көп Инстаграм болса, тиктоктарда көріп жатамын, осы біреулер артық заттарын барлығын шығарып, шарбағына немесе қоқыс неге тастап өртеп жатқанда жаным кіреді ғой анандай видеоларды көрсем. Сол сияқты тазалап тұру керек, жинамау керек. Сондықтан сіздер қалай ойлайсыздар? Егер мені көріп отқан болсаңыз, менің видеомды соңынан қарап отқан болсаңыз, міндетті тіркеле кетіңіздер, және де өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Сіздерде сондай жағдай бола ма, әлде енді барлығында да болатын шығар. Енді онда ескі құсқыны жинау деген енді керек емес дүние болғасын, керек емес та ол деген. Точка, нүкте. Солай. Менің жазғы кухням осы. Аналар енді телевизор, мына бір люстра, астында тумбочка ма, соның барлығы шығатын дүниелер. Оны алдағы уақытта, берген уақытта көреміз. Жайлап жіберерміз.